Сәлем достар, қалдарың қалай? Қазір біз молочная девочка тортын жасаймыз. Ол үшін бізге сгущенка, қандай болса да бәрібір 700 грамм керек, 2 банка. Сосын 5 жұмыртқа керек. Сгущенканы құйып алдық миксердің ыдысына. Сосын 5 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен сгущенка араласқанша, толығымен араласқанша бізге ұн керек. Ұн мен разрыхлительді тұз шөбін ситадан өткізіп, қазір осы смеске құямыз. Жақсылап араластырамыз. Қолмен де араластыруға болады, миксермен де араластыруға болады. Қалай сіздерге ыңғайлы солай. Толығымен жақсылап араластырамыз. Мен алдын ала дайындап қойдым. Жаңағы ұнымды 2 шай қасық екі ас қасық разрыхлительді ситадан өткізіп, шым-шым тұзды енді міне жайлап саламыз. Аз-аздан бірінші қасықпен салып аламыз. Сосын миксерлейміз. Басында жайымен, сосын жылдамдықты арттырсаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз, тағы да саламыз. Менде осындай Bosch деген миксер. Сонымен істеймін көбінде торттарда, пирогтарда. Тағы да саламыз. Сосын араластырамыз. Жақсылап. Қою масса шыққанша. Сосын араласып болғаннан кейін, ұнымызды салып араластырып болғаннан кейін 15 минутқа қойып қоямыз тестамызды, қою массамызды. Оған дейін 15 минуттың ішінде біз жаңағы пергамент қағазын дайындаймыз. Міне мына жерде болды. Міне осындай масса шығу керек сізде. Енді 15 минут тұрғанша біз пергамент қағаздарын дайындаймыз. Міне осылай формаға қысып аламыз. Мына жерде менде 24-ге дейін форма. Осылай басып аламыз. Дайындап қоямыз 5-6 қағаз. Міне осылай. Қараңыздар, міне менде 6 шықты осы жерде. Осыған енді қазір 15 минут өткеннен кейін жаңағы сұйық массамызды салып, жұқа блинчик сияқты қылып пісіреміз. Міне менде дайын болды. Енді қараңыздар. Міне ана жерде бір қағазды аламыз. Духовкамызды қосып қоямыз алдын ала. Сосын қою массамызды саламыз. 3 қасық. Осылай жақсылап араластырамыз. Араластырамыз несі, жаямыз. Тегіс болу керек негізі біркелкі. Менде штапелім бар еді. Оны қолданбадым что-то. Білмеймін неге екен. Мына жерде міне қасықпен қолдандым. Кішкене кейбір жерлер жұқа, кейбір жерлер қалың болып кетіпті. Сондықтан болса штапел қолданыңыздар. Сонымен тегіс болады екен. Ана пісірген кезде де жақсы шығады. Бір жері жұқа болып кетсе, ол жер күйіп кетеді деген сияқты болмайды. Міне екіншісін осылай істеп алып пісіріп аламыз. Кезек-кезек духовкаңызды қосып қоюды ұмытып кетпеңіз. 180 градусқа міне мен істеп алдым жаңағындай. Сұйықтықтың бәрін пергамент қағазына салып, міне духовкам қызып тұр. Салдым. Біріншісі кетті.
Енді екіншісі. 5-7 минут аралығында пісіреміз, қарап отырамыз. Солай пісіреміз. Мына жерде 7 минут өтті менде. Міне, жұқа жерлер көрдіңіздер ма? Кішкене күйіп кетті. Ештен кетпейді ол. Бірақ келесі жолы есте болатын жағдай. Міне, менде 12 корж шықты. 12 корж. Суығаннан кейін, енді суығанша біз крем дайындай береміз. Бізге кремге қаймақ, қант, сосын сливки керек. Натуральный можно, растительный, қайсысы сізге ыңғайлы. Сонымен істейміз. Бірінші крем істемей тұрып айтпақшы, 20 минут, жарты сағат бұрын миксердің ыдысын, сосын жаңағы темірдің басына кигізетін морозильникке сап қойдым. Еще сливкиді. Менде сливки растительный, мына жерде түсірмеппін. Пуратс деген. Бірінші қаймақты салып аламыз, 300 грамм. Қант саламыз. Сосын араластырамыз жақсылап. Жақсылап араласқаннан кейін сливкимізді құямыз. Асықпай, аз-аздан, басында жаймен бастаймыз. Әсіресе сливкиді құйғаннан кейін. Сосын барып, бүкіл сливкиді құйғаннан кейін барып, жаңағы қаттырағына қоясыздар. Мына жерде менде почти дайын қазір. Мінекеңіз. Қант пен қаймақ. Міне сливки құйып бастадым. Ақырында тұр бұл. Аз-аздан құямыз. Аз-аздан араластырамыз. Ақырына қойып, аз-аздан құя береміз. Мына жерде замедленный мен түсіргем ғой. Құйып жатырмын әлі. Мол қып істедім. Жолдасым осылай кремі көп болғанын жақсы көреді. Сондықтан бүкіл сливкиді қолдандым. Тортым да үлкен болды. Сіздер бұл рецептіні 2-ге бөліп жазсаңыздар болады. 2-ге бөліп істесеңіздер болады. Мен көп істей салдым. В общем, міне басында жайымен, енді міне қаттысын айналдырып жатыр. Міне қоюлана бастады, қарап отырсаңыздар. Қоюланып жатыр. Қарап отырасыз ғой, бақылап, қоюланып, стойки болады ғой, сол кезде уже тоқтатамыз. Стойки болған кезде. Міне қараңыз, анау ненің орны қалып жатыр, темірдің. Көрдіңіздер ма? Болды деген сөз крем. Міне кеңістер қараңыз. Әне. Осындай қою болған кезде тоқтатасыздар. Одан қатты миксерлеп жерсеңіздер, онда тағы да бүлдіріп алуларыңыз мүмкін кремді. Творог болып кетуі мүмкін. Сондықтан қарап отыру керек жақсылап. Сосын осындай мешочек аламыз, одноразовый, соған кремімізді салып, енді тортымызды жинаймыз. Уже корждардың бәрі суыды. Біздің міне крем салып алайық. Кімге қалай ыңғайлы істейді ғой? Маған осылай ыңғайлы. Сондықтан осылай істеп жатырмын. Мешочқа кіргізіп. Міне подложкамды қойдым. Крем жақтым, чтоб коржық қозғалып кетпеу үшін. Міне бірінші коржықты салдым. Енді крем жағамыз. Міне осылай айналдырып жақшамыз. Көрдіңіздер ме, менде міне жұқа жерлер күйіп кеткен,
арнайы темір бар ғой, анау қалай еді, сонымен істейсіздер. Атын ұмытып қалдым. Осылай. Штапель темірмен. Сонда тегіс болады. Екіншісін осылай жинай береміз. Міне, штапель темір деген осы. Осымен жақсаңыздар түп-түзу болады екен. Екеңіздер, үшінші ковш кетті. Бәрі осылай қайталана береді ғой. Осылай жақсылап жағып аласыздар. Кожитарым қисық-қисық, шеттерін кескен жоқпын. Өйткені не? Крем мол болғандықтан шеттерін бәрін креммен толтырам. Сіздер кессеңіздер, өздеріңізге қалай ыңғайлы. Егер кремді аздау қолданам десеңіз, үнемдейім десеңіз, онда шеттерін кесіп тастап дөп-дөңгелек қып, сосын жаңағы жұқалау жақсаңыз болады кремді. Мен осылай мол-молынан жақтым әдейі. Өйткені балаларым да жақсы көреді, жолдасым да жақсы көреді. Сондықтан өздеріңіздің нелеріңізге қарайсыздар ғой. Болды осымен. Осылай жағып бәрін қойып шығамыз. Менде 12 ковш шықты, мен біреуін алып қалдым. Сыртын әдемілеуге. 11 ковшпен істедім, міне соңғысы. Қазір сыртын, жан-жағын бәрін тегістейміз әдемілеп креммен. Міне осылай шықты. Енді қазір кремімізден шет-шеттерін бәрін тегістейміз. Қазір салып алайын. Қызым көмектесіп жатыр маған. Әңгімесін айтып ар жақта. Неге сөйлемейсің анашым деп қояды ғой. Мен айтам, сөйлеп жатырмын ғой деп. Кеттік. Мына жерде. Міне енді креммен үстін жан-жағын бәрін тегістейміз. Осылай асықпай, кімге қалай ыңғайлы, маған осылай ыңғайлы болғандықтан осылай мешокқа құйып алып осылай істеп жатырмын. Сіздерге қалай ыңғайлы? Өздеріңізге солай істесеңіздер болады. Штапельмен жақсаңыздар да болады. Міне. Қисықтың бәрі қазір жабылады. Өте дәмді болады. Сондықтан жасап беріңіздер балаларыңызға. Осы жерде қолдап, тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Алла қаласа тағы да рецепттер салам. Сондықтан тіркеліңіздер. Мен тек қуанамын сіздер тіркелсеңіздер. Міне енді осылай штапельмен әдемілеп тегістейміз. Қазір теп-тегіс әп-әдемі торт болады. Міне осылай тегістедім. Қазір тағы да одан да жақсы тегістеймін.
міне қызылар осылай қазір жақсы теп-тегіс торт болады. Тағы да крем жағып жатырмын үстіңгі жағына. Крем қалып қоймасын деп жатырмын да. Міне осылай. Мына жерде кішкене көрінбей қалды. Қазір жақындатам. Міне осылай тегістейміз әдемілеп. Жаңағы 12 қорждың біреуін алып қалдым, соны қазір үгітемін блендермен. Міне мен үгітіп салып алдым. Қазір езіп алайын, үгітіп алайын. Сосын сыртына медовик сияқты полностью ұнтақпен жаба салайын деп тұрмын да. Жетер ме екен, жетпес пе екен деп ойлап тұрмын. Жеткенше. Міне осылай үгітіп аламыз. Міне енді осылай сыртына жабыстырамыз. Өте оңай, жылдам дайындалатын торт. Дайындап отбасыларыңызды қуансаңыздар болады. Сондықтан жасап көріңіздер. Рецептін астынан қалдырып кетем. Міне осылай шықты. Мына жерлеріне кішкене жетпей қалды. Ештеңе етпейді, өзімізге қой деп нетпедім. Сол міне осылай шықты. Міне кеңістер. Үлкен әдемі торт болды. Тіркеліп отырыңыздар маған. Лайк басып отырыңыздар. Қолдап көмектескендеріңізге, көргендеріңізге рахмет. Міне кескенде осылай болады екен. Өте дәмді болды. Біз жеп қойдық. Сондықтан дайындаңыздар.